Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli cemaat. Allah da başımız orazamız kabul etsin, taravih namazımızda iftarlığımızı kabul etsin, ağzı şart kasih iftarlık kabul etsin, ağzı şart kabul etsin. Allah da Kur'an'ın önünde etken estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettakun. Sadakallahul azim. Manası ey iman keltirgenler, yani ey Müslümanlar, senderden burunғы ümmetlerge oraza farz etilgen siyahtı, senderge de oraza tutu farz etildi deydi. Takva bollarың үшін deydi. Мүмкін takva боларсың deydi. Yani осы oraza ұстаумен адам takvalıkқа жетеді деген. Бұл ораза Рамазан айы takvalık айы дейді. Бірінші бұл Рамазан айы Құран түскен ай. Құран түскен үшін Рамазан қасиетті ай көрсетіледі. Екінші takvalık айы, сабырлық айы, сауап жинайтын айы. Ойда барлық осы нені осы Аллах Рамазан айына беріп қойған барлық сауапты. Осы айда бір амал істесеңіз, бір амалыңыз жақсы амалыңыз 10 есе көбейледі, 10 есе 700 есеге дейін көбейтіледі осы Рамазан құрметі үшін. Сол үшін бұл айда барынша жақсы амал істеп, намаз оқып, ораза ұстап, басқа садақа беріп, зікір айтып, тасбих айтып, Құран оқып, қолыңыздан қандай жақсы амал келеді, соның бәрін істей беруіміз керек. Ертең ақыретте сауабын алады екенбіз. Кішкентай ғана амалдың өзі бұл айда сонда осы айдың құрметі үшін Аллахтан еселеп көбейтіп қояды екен. Енді ораза ұстаған адамның сауабы. Енді әрбір амалдың өзінің мөлшері бар. Мысалға, жамаат намаз оқысаңыз, мысалға бір сауап болса, жамаат болсаңыз 27 сауап, мешітке барсаңыз тағы сауап болады. Әр өз амалдың өзінің сауабы бар, мөлшері бар. Мысалға, намаздың өзі пәлен сауап, зекет берсеңіз пәлен сауап, мөлшері бар. Бірақ оразаның ондай мөлшері жоқ екен. Оның сауабы қанша екен? Өзі Аллахтан айтқан, оразаның пенде мен үшін, оразаның пенде мен үшін тұтты, сауабы мен үшін мен беремін деген екен. Яғни пенде мен үшін ішіп жеуін тоқтатты, ішіп жеуінен тыйылды. Сол үшін оның сауабын өзім беремін деген Аллах Тағала. Яғни сауабы шексіз екен, мөлшерсіз екен. Құранда тағы бір аят бар, астағфируллах. Фаман шахида минкуму шахра фальясумху. Садақаллаху азим. Осы аят фарз екен білдіреді тағы да оразаның. Сендердің қайсы бірлерің Рамазан айына аман-есен жетсе дейді, ораза тұтсын дейді. Құрметті жамағат. Осы біріншісінде оразаның фарз екендігін айтты, бірінші аяттың аятында, мына аятты тікелей фарз екенін айтып тұр. Кім Рамазан айына аман-есен жетсе, фальясумху дейді. Фальясумху ораза тұтсын дейді, сол айтты дейді. Аллахтан фарз бұл тікелей фарз. Мынау 5 парыз бар, сол 5 парыз үшінші парызы. Бірінші иман келтіру, екінші 5 уақыт намаз оқу, үшінші Рамазанда ораза тұту. Сосын зекет беру, хажыққа бару. 5 парыз үшінші парызы. Яғни исламда 5 түріктің орнаған ғой. 5 түріктің құрылған. 5 түріктің үшінші түрегі бұл Рамазан айында ораза тұту. Құрметті жамағат, сол үшін бұл айда барынша сауап істеп, жақсы амал істеп қалуымыз керек. Ертең ақыретте біз Аллахтан есепке сап қалған кезде мынау сауап неғылады, өлшейді. Bir жағынан сауабын салады, мизан таразы дейді да, мизан таразы мындай таразы болады, соған сауапын өлшейді. Сол кезде мынау сауабы жағы ауыртатса, ол адам жәннатқа кіреді екен. Күнә жағы басып кетсе, тозақ кетеді екен, Құдай сақтасын. Сол үшін құрметті жамағат, бұл айды барынша айтып отырмын ғой. Бұл айдың ерекшелігін, сауабын адам тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Қандай амал сіз еселеп кете береді осы айды құрметті. Сол үшін бәрі тырысып, қолыңызға не келеді, бәрін істеп жаңағы неғып қалу осы айда. Садақа бересіз, зекет бересіз. Осы бай кісілер, білетін кісілер зекетін осы Рамазан айында береді. Өйткені Рамазан айында осы сауап еселеді, соны біледі де, сол үшін Рамазан айында тойлап береді зекетін бай кісілер. Қалада басқа жерлерде сондай. Міне құрметті жамағат, сол үшін осы айды пайдаланып қалайық құрметті жамағат. Баршаңызға тыңдағаныңызға рахмет. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Амин. Аллаху акбар. Енді былай, бір ауыз